Қарабалық аудандық орталық кітапханасы сіздердің назарларыңызға 2021 жылғы мәдениет пен өнер қайраткерлерін ұсынады. Әлібек Дінишев, Кеңес одағының халық артисі, өзінің сұлулығы мен лирикасында ерекше дауысқа ие. 30 шілдеде 70 жасқа толады. Музыкалық білімін аккордеонда ойнауды оқыған музыка мектебінде алған. Мектептен кейін Чайковский атындағы Алматы музыкалық училищесінің дирижер хор факультетін бітірген. Ленинград консерваториясына тапсырған, бірақ қабылданбады. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына Надия Шарипованың вокал классы бойынша оқуға түсті. 1976 жылы бітірді. 3-ші курста алғаш рет Глинка атындағы бүкіл одақтық вокалистер байқауында Александр Сергеевич Пушкиннің өлеңіне жазылған «Керемет сәт» есімде романсын орындағаны үшін 1-ші жүлдеге ие болды. Консерваториядан кейін Жетіген эстрадалық ансамблінің құрамына өнер көрсете бастады. Уақыт өте келе Әлібек Қазақ мемлекеттік филармониясына жұмысқа ауысты. 1978 жылы бірегей теноральдық тембрге ие болған әнші. Абай атындағы академиялық театрдың опера сахнасына шақырылды. Сол кезден бастап ол алуан түрлі концерттерді жүргізген және гастрольдерге көп шақырған. Каршыга Ахмедиярову в этом году исполняется 75 лет. Музыкант, универсал, дирижер, исследователь, композитор, күйші, выдающийся исполнитель. Своим искусством показавший миру богатство казахской культуры. В репертуаре Ахмедияровой произведения народных и современных композиторов, русской и зарубежной классики. Он автор обработок и интерпретации многих сочинений казахских народных композиторов. Им создан ряд произведений инструментальной музыки: Нарын, Радость, Белая береза, Жильдерме, Грусть и многие другие. Серкебаев Ермек Бекмухамедова 1926 жылы 4-ші шілдеде Петропавл қаласында дүниеге келген. 1937 жылы Алматыға көшкен. Әнші орта жүздің арғын руынан шыққан. Ермек Серкебаев игерген алғашқы аспап балалайка болды. Ол 1941-1943 жылдары Чайковский атындағы Алматы музыкалық училищесінде скрипка классы бойынша оқыды. Ал 1951 жылы Қазақ консерваториясын профессор Кургановтың ән айту классы бойынша бітірді. Ермек Серкебаев Қазақ радиосында диктор болып жұмыс атқарды. 1947 жылдан бастап Алматыда Абай атындағы Қазақ опера және балет театрының солисі болды. 1988 жылы Қазақстан Республикасы музыка қайраткерлерінің одағы басқармасының төрағасы және халықаралық музыка қайраткерлерінің одағы Мәскеу президиумының мүшесі болды. Мәскеуде Серкебаев соңғы рет консерваторияның үлкен залында 2006 жылдың 21 қыркүйегінде 80 жас мерейтойына байланысты жеке концертімен өнер көрсетті. 1988 жылы Қазақстан Республикасы музыка қайраткерлерінің одағы басқармасының төрағасы және халықаралық музыка қайраткерлерінің одағы Мәскеу президиумының мүшесі болды. Мәскеуде Серкебаев соңғы рет консерваторияның үлкен залында 2006 жылдың 21 қыркүйегінде 80 жас мерейтойына байланысты жеке концертімен өнер көрсетті. 2013 жылы 16 қарашада Алматыда қайтыс болды. Кеңсай зиратында жерленген. Жубанову Ахмету Куановичу 16 апреля исполнится 115 лет. В 1932 году окончил историко-теоретический факультет Ленинградской консерватории. В 1934 году создал оркестр имени Курмангазы и был его
дирижером до 1945 года. С 1961 года заведовал отделом музыкального искусства Института литературы и искусства имени Ауэзова. Автор книг, очерков и статей о народной казахской музыке. Он написал сотни исследовательских работ, статей, художественных очерков, посвященных национальной музыкальной культуре. До самого последнего дня своей жизни ни на мгновение не переставал думать о судьбе музыки, ставшей идеалом его жизни. Композитора не стало 30 мая 1968 года. 3 января исполнилось 100 лет Копану Абакировичу Мусину. Участник Великой Отечественной войны, внес значительный вклад в развитие казахской профессиональной музыки. Автор опер, музыкальных комедий, фортепианной, скрипичной, симфонической и камерной музыки. 17 июля 115 лет Латыф Хамиди, советский композитор, народный артист, лауреат Государственной премии Казахской Советской Социалистической Республики.